Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының бағдарламалық мақаласын деп айтуға болады. Жарық көргеніне 2 жылдай уақыт болды. Міне осы 2 жылда көптеген істер атқарылды. Оның бәрі баспасөз беттерінде, әкімдіктің есептерінде жан-жақты талқыланған. Осы жерде Қадыр Мырзалы ақынның сөзі ойымызға келеді. Біздің оқулықтарымыз жұқа, тарихымыз терең дегендей. Міне болашақта осы жас ұрпақтың бойында тарихи сананы қалыптастыру үшін біз осы жіберіп алған кеңес дәуірінде патшалық Ресейдің тұсында өзіміздің тарихымызға байланысты ірі оқиғаларды, жалпы тарихымызды қалпымызға келтіру үшін біз әрқашанда тарихи құжаттарға сүйенуіміз керек, тарихи жәдігерлерге сүйенуіміз керек. Міне осы тұрғыдан алғанда архив 20-25 бағдарламасының маңызы өте зор. Шынында да біздің тарихымызға байланысты көптеген тарихи құжаттар жақын және алыс шетелдердің архивтерінде әлі шаң басып жатыр. Көбісі көтерілген жоқ. Ең алғашқы жылдары тәуелсіздік алғаннан кейін 90-шы жылдардың ортасында, дәлірек айтсақ 97-ші жылы елбасының тапсырмасымен біздің ғалымдар шетелдің, оның ішінде Қытайдың архивтерінде болып көптеген материалдарды біздің ғылыми айналымызға енгізген болатын. Одан кейінгі жарияланған мәдени мұра бағдарламасы, халық тарих толқынында атты бағдарламаларда осы олқылық тұстарымызға соны ретке келтіруге өзінің септігін тигізетін болатын. Ал енді мына кейінгі болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы, одан кейін кешегі ұлы даланың 7 қыры атты мақаласы, осы істелінген істерді одан әрі жалғастыруға біздің қоғам үшін, біздің ғалымдар үшін, біздің мамандар үшін өте қолайлы сәт туғызып отыр. Біз неге олай дейміз? Алысқа бармай, біздің тарихымызға байланысты, әсіресе революцияға дейінгі тарихымызға байланысты көптеген құжаттар Ресей Федерациясының архивінде бәрімізге аян. Кезінде Орынбор жас қазақ мемлекетінің астанасы болған 20-шы жылдары. Міне сол кейін Астана Қызылорда қаласына көшкен кезде біздің тарихқа байланысты құжаттар толығымен бізге келген жоқ. Тіпті кейбір деректер бойынша белгісіз себептермен кейбір архив материалдары жолда өртеліп кеткен. Сонымен бірге мынау азамат соғысының жылдарында, оның алдында ақ гвардияшылар қазіргі облыс орталықтары Оралды, Ақтөбені, тағы басқа да қалаларды басып алған кезде, сол кезде көптеген архивтік материалдар із-түзсіз жоғалып кеткен болатын. Мінекей сондықтан қазір біз мүмкіншіліктің бәрін пайдалана отырып, еліміздің, халқымыздың, ұлтымыздың тарихына байланысты көптеген архив құжаттарын өзімізге жеткізіп алуымыз керек. Бұл бір мәселе. Екінші бір мәселе, соңғы кезде өлкетану тарихына байланысты көптеген әңгімелер қозғалып жүр. Оның ішінде мектептерде өлкетану музейлерін ашу мәселесі. Шынында да жас ұрпақты тәрбиелеуде өлкетану материалдарының маңызы өте зор болып табылады. Біз кез келген баланы, жас ұрпақты отансүйгіштікке қалай тәрбиелеуіміз керек? Оны тәрбиелеу үшін біз ол балаларға осы өзінің өлкесінің өткендегі тарихын жетік білуіне жағдай жасауымыз керек. Әр бала өзінің топырағын, басып жүрген жерін, кез келген тасын, суының, шөбінің, өсімдіктерінің, қай сол жерді мекендейтін жан-жануарлардың тарихын білген кезде біздің жас ұрпақ өзінің туған жерінің қадірін қастерлей біледі деп ойлаймыз. Сондықтан мына мақалада көрсеткен тарихи сананы қалыптастыру жас ұрпақтың бойында бұл бүгінгі күннің тұрғысынан алғанда
бир өтө өзүктүү маселе